Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен номер 11-ші Жеңіс мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі Даржанова Сауле Бектұрсынқызы. Менің бүгінгі өтетін сабағым 7-ші сыныптарға арналған. Сабақтың тақырыбы ландшафттардың қалыптасуы. Оқу мақсаты 7.3.5.1 географиялық қабық, мұхиттар және материктер, зоналар және белдеулер, ландшафттар табиғи аумақтық кешендердің қалыптасуын түсіндіреді. Бағалау критерийлері. Табиғи аумақтық кешендер қандай деңгейлерге бөлінетінін білсе, табиғат кешендердің қалыптасуын түсіндіре алса, картаны қолдана отырып, берілген табиғат кешеніне жоспар бойынша талдау жасай алса, картаны шартты белгілерді дұрыс оқи алса. Жаңа сабақ. Ландшафт. Ландшафт дегеніміз, бұл терминді орыс ғалымы Лысы Берг енгізген. Географиялық ландшафтқа тән негізгі көрсеткіштер қатарына аумақтың біркелкі сипаты, құраушыларының біртекті ұштасуы, құрылымның кешенді сипаты мен біртұтастығы, тұрақтылығы, зат және энергия алмасуының біртектестігі жатады. Географиялық ландшафт терминінің тарихи қалыптасып, біртұтастығын сақтай отырып, ұдайы дамитын табиғат кешені немесе табиғат геожүйе деген де анықтамасы бар. Ландшафттар типке, тип тармағына және түрге жіктеледі. Ландшафттарды жіктеуде жылу және ылғалмен қамтамасыз етілу жағдайлары, геобатон белгілері ескеріледі. Жер шарындағы барлық ландшафттардың жиынтығын ландшафттық сфера деп атайды. Ландшафттық түсірілімдер нәтижесінде әртүрлі масштабтағы ландшафттық карталар жасалынады және қазіргі кезде географиялық ландшафттардың моделі жасалынып, олар жайлы мәліметтер компьютерлік өңдеуден өткізіледі. Адам әрекетінен өзгерген ландшафт антропогендік ландшафт деп аталады. Географиялық ландшафт геожүйе түрлерінің бірі. Барлық негізгі құрам бөліктері бедер, климаты, су, топырақ, өсімдіктер және жануарлар дүниесі өзара күрделі әрекетте және өзара шарттылықта болып, біртұтас үздіксіз жүйе құрайтын табиғи географиялық кешен. Ландшафттануда географиялық ландшафттардың бірнеше топтық анықтамалары қалыптасты. Қоғамдық іс-әрекетте географиялық ландшафттың негізгі жүйелері ресурс өндіруші, орта құрушы және генетикалық қорды сақтаушы жүйе ретінде және табиғи ресурстарды жайғасты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың ең басты нысандардың бірі ретінде көрінеді. Ал бүгінгі өтетін бірінші тапсырма бұл Вен диаграммасы. Бұл жерде бағалау критерийі табиғат кешенінің үш ерекшелігін жаза алады. Антропогендік табиғат кешенінің үш ерекшелігін жаза алады және екеуінің үш айырмашылығын жаза алады. Бұл жерде Вен диаграммасында табиғи табиғат кешен және антропогендік табиғат кешенін бір-бірімен ұқсастығы мен айырмашылығын жазу. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Амазонка жазығы, Гималай тауы, Антарктиданы, экваторлық табиғат зонасын жоспар бойынша сипаттайды. Яғни бұлардың жоспарлары, олардың бірінші географиялық орнын, климатын, жер бедері,
флора мен фаунасы кешенің ерекшелігін анықтау. Дескрипторлары: географиялық орнын мұхиттармен байланыстыра атайды. Климаты: жауын-шашын температурасы мен қысымдарды анықтайды. Жер бедерін сипаттайды. Таулы, ойпатты, жазықты. Флора мен фаунасы бойынша 4 өсімдік, 4 жануарларды атайды. Кешенің ерекшелігі: басым зонасы, ең биік нүктесі, ірі тау жүйесін атай алады. Келесі тапсырма: картамен жұмыс. Бұл жерде Қазақстанның табиғи зоналар картасы. Бұл карталарда өзара аудандарды, географиялық орнын, өсімдіктерін, жануарларын атау керек, табу керек. Дескрипторлары: жергілікті жеріміздің географиялық орнын картадан анықтай алады. Жергілікті жеріміздің климатын, топырағын біледі. Жергілікті жеріміздің өсімдігі мен жануарларын біледі. Ендік зоналықтан айырмасын атай алады. Қазақстан табиғат аудандарын картадан таба алады. Кескін картада көрсете алады. Рефлексия. Таңдау әдісі. Мен өте жақсы жұмыс жасадым. Бар мүмкіндігімді пайдаландым. Мен жақсы жұмыс жасадым, бірақ бар мүмкіндігімді пайдаланбадым. Өзімді жауапсыз сезіндім. Дұрыс жауап бере алмаймын ба деп қорықтым. Үй жұмысы. Географиялық қабықтың заңдылықтары атты тақырыпта баяндама дайындау. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.